Сіз Инстаграмда комментарийларды оқисыз ғой? Анда-санда. Хейт- Өте сирек отырам. Критика жаса, хейт жаса Маған? сізге. Маған бір рет жазды. Мен жас әнші болған кезімде домбырада жүріп, мен өйткені Мәдина Ералиева досым болды. Мәдина ол ең бірінші неше түрлі шапкалар киіп шыққан, европалық әншілерге ұқсас болып шыққан досым. Жанында жүрдім, біз бір төсекте жататынбыз. Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясында 15 жыл бірге жұмыс істедік. Соны көргеннен кейін маған тігіп береді Мәдина. Дос болдық. Сонда менде бір мынандай әдемі шапка киіп шықтым. Ертесінде ол кезде Лениншіл жас деген атақты газет болды. Қазіргі мынау неше түрлі жазады ғой. ТикТокта, ой, не ТикТок, Инстаграмда. Сонда адам ұялады ғой енді. Сол кезде мені бірінші рет жазды. Майра Ілиясова поптың шапкасын киіп шықты. Сосын мен домбыра тартып жүріп, эстрада әндерін айтатын болдым. Мен фольклорлық ансамбльмен Сазгенде 20 жыл жұмыс істедім. Содан кейін барып Отырар саз оркестрімен, Құрманғазы оркестрімен ән айттым. Содан кейін қазір енді мұнда қазақ оркестрінде де айтам. Сойтып эстрадаға шығып, ең бірінші білмеймін ғой енді, әдемі көйлек тіккізіп, қасыма Қыздарай деген өзімнің келіндерім, Зейнеп Қойшыбаева деген халық артисінен сабақ алған Қытайдан келген қазақ қыздары менің бауырларыма тұрмысқа шықты да, енді соларды мен алып шықтым. Сонда мынандай жырық көйлек киіп алғам ғой. Енді сонда мен жастығым ғой. Үнемі үлкен бөрік, үкі, қолымда домбыра, қос етек көйлек киген адам әне жерде мынандай жырық жүргенде саның көрініп қалады. Солай шыққам ғой. Ертесінде мені жазды. Майра Ілиясова жырық көйлек киіп ап, аяғы саны жарық-жұрқ етіп, поптың бас киімін киіп ап. Сол кезде оқимын да үйде отырып жылап алам. Бірақ сосын білдім. Содан кейін ешқашан жырық көйлек кимейтін болдым. Ылғи бөрікпен шығатын болдым. Халықтың несін түсіндім. Енді ол кезде заман бөлек. Қазіргі кезде не киіп шығам десе киіп шығады.